Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Өмір мектебі, бірінші бөлім. Бүгін біз тоқта белгісін зерттейміз. Ол есінен танып қалды ма не? Ол бар жылдамдықпен тоқта белгісінен өтіп кетті. Мүмкін ол бір жерге асығып бара жатқан шығар. Киелі кітапта бір асығыс адам туралы жазылған. Бұл сөзбен айтып жеткізе алмайтын адам еді. Барлығы одан қорқты. Ол көптеген адамдарды қасақана өлтірді. Оның кесірінен қаншама жазықсыз адамдар зардап шекті. Біз барлық мәсіхшілерді жер бетінен жоямыз. Біз Исаны Құдайдың ұлы деп айтатын бірде-бір адамды қалдырмаймыз. Қазір Дамаскіге барамыз. Ол ерлер мен әйелдерді түрмеге қамауды жоспарлаған. Бас діни қызметкер осы ниеті үшін оған жасыл жарық берді. Саул қалаға жақындаған сайын жылдамырақ жүрді. Бірақ кенеттен ол тоқтатылды. Ол аспаннан түскен жарықтан ештеңе көре алмады. Саул, Саул, неге сен мені қудалайсың? Сен кімсің, ем? Мен сен қудалап жүрген Исамын. Тұр да, Дамаскіге бар. Сонда менің сенен не қалайтынымды білесің. Паулдың қасындағылар да бұл дауысты естіді, бірақ ешкімді көрмеді. Саул орнынан тұрып, өзінің соқыр екенін түсінді. Серіктері оны қалаға жетелеп апарды. Саулды тоқтатқан Иса болды. Сонда Саул өзінің бұрыс жолмен жүргенін түсінді. Ол Құдайға ұнамды өмір сүремін деп ойлады. Бірақ олай емес еді. Исасыз біздің бәріміз де дұрыс емес жолда боламыз. Бұл жол аспанға апармайды. Бұл қауіпті жол. Сондықтан Иса Саулды және басқа да көптеген адамдарды тоқтатты. Мен көзді соқыр ететін жарықты ешқашан көрген емеспін. Құдайдың тоқта белгісі әр адамға әр түрлі көрінуі мүмкін. Мысалы, бұл ауру болуы мүмкін. Ал сіз үшін тоқта белгісі қандай болды? Мен үшін тоқта белгісі уағыз болды. Құдай кейбір адамдар үшін тоқта белгісі ретінде адамдарды пайдаланады. Ал Саулмен ары қарай не болды? Ол өзінің теріс жолда екенін мойындап дұға етті. 3 күннен кейін оған бір адам қонаққа келді. Қымбатты бауырым Саул, көздерің көрсін деп, иеміз Иса мені саған жіберді. Киелі рухқа толы бол. Сонда ол саған дұрыс жолмен жүруге күш береді. Саулдың көздері бірден қалпына келді. Ары қарай не болды? Содан кейін ол бұрын өлтіргісі келген мәсіхшілермен дос болды. Олар оның ең жақын достары болды. Ол көптеген адамдарды Исаға әкеліп, оларға дұрыс жолды көрсетті. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.